Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге 5 деген саннан жасалған Whippy Pie тортының оригинал рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өзімізге қажетті санды немесе әріпті осылай пергамент қағазға сызып дайындап аламыз. Торттық қуырыштарына қопсытқыш, какао, ұн, сары май, қант, жұмыртқа және қара шоколад қажет. Қазақстан шоколадын қолдануға кеңес беремін, себебі тортқа ол ерекше бір дәм береді. Ең алдымен шоколад пен сары майды водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Содан соң құрғақ ұн, қопсытқыш, какаоны араластырып аламыз. Ұнды илектен өткізіп аламыз. Шоколадты массамыз еріді. Екеуін жақсылап араластырып, суытамыз. Енді жұмыртқамен қантты қосып, миксердің көмегімен ақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Осылай 2 есе ұлғайып ақ көбік болған соң шоколадты массамызды қоса отырып миксерлеп отырамыз. Құрғақ массамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша. Консистенциясы осындай болу керек. Шоколадты массамызды арнайы кондитерлік қалташаға саламыз. Содан соң сызып алған санымызды осылай белгілеп ішін толтырып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минут пісіріп аламыз. Толықтай суытып, артық жерлерін осылай кесіп аламыз. Кремінің құрамына қант ұнтағы, маскарпоне, творожный сыр және кілегей керек. Кілегей мен қант ұнтағын кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Кілегей міндетті түрде салқын болу керек. Содан соң творожный сырымызды салып, тағы да миксерлейміз. Маскарпонемізді қосып, қою крем болғанша барлығын жақсылап миксерлейміз. Маскарпоне қоссаңыздар, тортқа ерекше дәм береді, әрі кремнің формасын жақсы ұстайды. Арнайы Whippy Pie тортының насадкасын кондитерлік қалташаға салып, кремімізді ішіне саламыз. Тортымызды жинаймыз. Мендегі насадканың саны 15. Тортты өзіңіздің қалауыңызша, фантазияңызға қарап, түрлі тәттілермен, жеміс-жидектермен әсемдесеңіз болады. Мен осылай әсемдедім. Торт өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалған тортты 24 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сонда кремі толық сіңеді. Whippy Pie тортын міндетті түрде менің рецептім бойынша жасаңыздар. Отбасыларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды.